Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы химия биологиялық бағытындағы Нәзем мектебінің 8-ші сынып оқушысы Байкенова Альбинамын. Бүгін мен сіздерді Мұхтар Әуезовтың «Өтірік өлең» атты шығармасымен шабыттандырамын. Қабыл алыңыздар. Өтірік өлең. Қайныма қарға мініп ұрым бардым, кеуден өзім қатар бұрым бардым. Айғырын шегірткенің ұстап мініп, алдынан қайын атамның қырындадым. Жүк артып инелікке ерте көштім, шекелеп сарым майдан арқан естім. Мұртына шегірткенің ат арқандап, дегенде өлдім, талдым, әрең шештім. Міндім де сасық қоңыз аяңдадым, болдыртып аяңымен қоян алдым. Япырмай, сол қоянның семізін ай. Көтеріп қоңызыма қоя алмадым. Міндім де жасыл қоңыз сона қудым. Басынан мұнар төбе сағым будым. Дәулеттің маған біткен арқасында қан менен көйлегімнің кірін жудым. 3 жаста мергеншілік кәсіп қылдым. Ши оқпен 1000 құланды атып қырдым. Ауынан өрмекшінің кілем тоқып, ұялмай 100 тұсақтан сатып тұрдым. Балықтың қабыршағын отқа жақтым. Өтірік өлең айтып жұртқа жақтым.